Өмірде әртүрлі сөз тіркестерін қолданамыз. Кейде сәтті, кейде сәтсіз. Бүгін халық арасында танымал болған фильм тіркестерін адамдарға айтып реакцияларын байқаймыз. Кеттік ендеше. Ты Абу? Я понял. Я от Руслана. Бабки давай. Ты Абу? Бабки давай. Я от Руслана. Я не знаю, что за Руслан. Абу ты? Нет, я Илья. У нас нет обуви работы. Давай бабки давай. Давай позвоним. Позвони. Я от Руслана. Бабки давай. Какой Абу? Какой Руслан? Руслан, рекетир. Саян. Не знаете? Нет, не знаю. Меня зовут Саян. Я буду вас крышевать. Никто не тронет вам. Время. Бабки давайте. Это что, шутка или юмор? Жан, ты что, не мог позвонить в течение 2 месяцев? Позвонить, узнать, как у меня дела, как у нас бизнес. Мен сені бірінші рет көріп отырмын, брат. Келгені бір ай болды мына жерге, мен Қазақстанға келгенім, брат. Сен менің помощым біреуге ұқсаттың ғой. Папа, кетпеші, папа! Папа, кетпеші, папа. Папа, тоқташы, кетпеші. Папа, ұзақ іздедім ғой, папа, сізді. Папа, кетпеші, тоқташы, папа. Папа, кетпеші. Жаке, ты че пропал? Откуда? Жаке, Жан, ты че, в течение 2 месяцев не нашел 1 минуту даже мне позвонить, узнать, Простите, как у меня дела? я вас вообще не знаю. Вы с кем-то меня попутали. Ты Абу? Нет. Я от Руслана, бабки давай. Бір сәт сұрап жіберейін деп едім. Осы Алматыға келгенде бір пакетпен келдім, анау мынау деп осыны көтеріліп кеткен успешный адамдар әңгіме айтып жатады ғой. Сол қаншалықты шын, мен кеше келіп едім осы вокзалдан түсіп. Бір пакетпен мен көтерілем ба бұйырса сонда. Осы пакет емес па, я Айген деген, я? Дәл осы пакет. Пакеті ба? Осы пакетпен келіп. Қайрат Нұртас осы пакет арқылы көтерілді ғой, я? Ауырмайды жүрек деп үйтіп қоя ғой. Үйтіп қоя ғой. Көтерілем ба мен сонда? Бір пакетпен келгем. Арабыз айтқан бәрі қабыл болады жарғын. Бай боласың, өң жылы жақсы болады дейсің жарғын жақсы. Екінші пакетінде бар, апа. Оқылым бай болсын. Батамды беремін. Батаңызды беріңіз, апа. Батам. Басыңа байлық берсін, деніңе саулық берсін, армандаған арманың, ойлаған ойлар Алланың құлағына шалынып, жолың болсын барлығым, жортқанда жолың болсын. Аумин, апа. Рахмет.